Өзекті өртеген өкініш. Жұрт қайдан білсін, Гүлзияны сыртынан бақыттан бас айналып жүрген жан деп есептейді. Басында зәулім үй, астында қымбат көлік, қызметі да бар. Әр адамның мұңы да, зары да ішінде болатынын біреу білсе, біреу біле бермейді. Өйткені қатар құрбылары көбіне бұған қызғанышпен қарайды. Сен бақыттысың ғой, сенде бәрі бар. Өзің әдемі әйелсің. Түк ақша таппайтын еркектен затың әйел болса да әлдеқайда ауқаттысың ғой деп мақтап жатады. Ал Гүлзия мұндай сөздерге алдана бермейді. Оның өз ішкі түйсігі мен өз арман мүдделері жетіп артылады. Отбасылық өмірді қарапайым әйел бақытына зәру болып жүргенін құрбылары түсіне бермейді. Сырты бүтін болғанымен іші түтін екенін кімге айтсын? Оны кім түсінер? Жалғыздықты басынан өткерген адам ғана түсіне алады. Анасы жас кезінде көп айтатын: "Қарғам-ау, көп оқу қуа бермей, әйел адамның бақыты жара тану, бала сүю, одан да жақсы жігіт тауып отбасын құр" дегенде, ол сөзді жүре тыңдайтын. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан. Өз теңіңді бетіңнің қызылы барда тауып ал. Екі жарты бір бүтін болатын уақытта келді ғой. Ертең қатарларыңның бәрі үйлі баранды болып кетеді. Сол кезде жалғызсырап жүресің дегенде, бұл күлетін де қоятын. Жер бетінде жігіт құрып қалар дейсің бе? Менің де жартым бір жерде жүрген шығар деп өз-өзін алдаусырататын. Ол кезде жас болатын, және көңіл көтеретін адамдар да бар болатын. Бұл анау-мынау емес, ылғи да бастықтармен қыдыратын. Өзі мектепті де, институтты да қызыл дипломмен бітірді. Орыс тілді болса да, ана тіліне құрметпен қарайтын. Көбіне анасы үйде қазақша сөйлейтін. Салт дәстүрлерді де бір адамдай біледі. Институт бітіріп үлкен бір қызметке келді. Өзі әдемі, өзі жас қызға қызметтестері сүйсіне қарады. Әсіресе еркектер қауымы оны қаумалай жүретін. Өзі де білікті маман. Қызметі өрге қарай домалап, абыройы асқақтай берді. Осы мекеменің басшысы, жасы 40-ты еңсерген, қылықты еркек, қайраттың көзі бұған келген күннен бастап түсе бастады. Неше түрлі қолпаштаулар көрсетіп, түрлі сыйлықтар сыйлап, Гүлзияны жүргізбей қойды. Бас кезінде ересек еркектің көрсеткен қылықтарына жыны келгенімен, біртіндеп оның ыңғайына көне бастады. Оған үлкен қаладағы орталық